Баршаңызға қайырлы күн. Мен Алматы қаласының физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-шы D сынып оқушысы Ауталиф Аминамын. Және менің жобамның негізгі тақырыбы ол Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айша» шығармасындағы қазақ әйелінің тұлғасы болып табылады. Мен осы шығармаға Якупей Омарұлының берген бағасына тоқтап кететін болсам, ол сөзінде ел мен қайраткер ананың мейір шапағаты мен жанкештілігін және сол кездегі залымдардың зұлымдығын шебер көрсете білген қомақты шығарма деп дөп басып атап өткен болатын. Басты кейіпкер Айшаны негізгі 3 аспектіден қарастыратын боламыз. Ол ана, келін және әйел. Қазақ әдебиетіндегі әйел образын сомдалуына көңіл бөлетін болсақ, Айша бейнесі Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясындағы Зере және Ұлжан аналармен қатар тұратын образ деп санауға болады. Және осыған қатысты Мұхтар Мағауин өз сөзінде әлемдегі ең сұлу әйел ол қазақ әйел деп айтып кеткен. Ай мен Айша дилогиясын негізінен жазушының анасына арнап сөзбен сомдаған сәулетті естелік ескерткіші ретінде де қабылдауға болады. Айша қазақы мінезбен тәрбиен танытқан үлгілі келін. Және оның үлгілі келін образын негізгі осы 4 үзіндіден көре аламыз. Бірінші үзіндіде сонда 3 жетімін ұйықтату үшін Айша неше алуан ертегі қиссаларды айтады. Яғни өзінің балаларына ол ертегі мен қиссаларды айту арқылы қазақы тәрбиені бойларына дартқан болатын. Келесі үзіндіде Айшаның ата-бабадан қалған керегені отқа жақпай сақтап, елден кетерде бүкіл аруақтан кешірім сұрауы оның қазақы салт-дәстүрлерді сыйлап құрметтеуінің белгісі болып табылады. Сонымен қатар Барысхан қарын ашқан кезде Жобантайдың үйрегін ұстап ұрлап кеткен кезде оғына, яғни Барысханға жақсыдан жаман туған қыл бірақ тура қазір жанының барында апарып таста деп оның жазалауы өзінің балаларын адами жақсы қасиеттерге үйретуі болып табылады. Сонымен қатар Айша үйдің оты сөнуін шаңырақтың шайқалуына балайтын болғандықтан Барысхан ойнап келіп жетілік шамға түкіріп оты өшіре жаздаған кезде таяқ жеген болатын анасынан. Келесі Айша тағдыр талқысында жігері мұқалмаған намысқой, жігерлі және төзімді қазақ әйелі. Мұртазаны халық жауы ретінде тұтқынға ұстап алып кеткен кезде Айша айқайлап арттарына шығады және өзінің жан күйзелісін, балаларына деген уайымын, өзінің жан айқайын мына үрпек балапандай 3 нәрестенің не жазығы бар деген сөздермен жеткізген болатын. Сонымен қатар Айша жаңағы Мұртазаны тұтқынға алып кеткеннен кейін шырылдаған шете 3 баласымен тіріде жесір қалып, неше түрлі қиындықтарды бастан кешіреді. Мен қазақ даналығы бірін-бірі толықтырып тұратын текті ана. Мына кестеде көріп тұрғандарыңыздай, Айша қаншалықты өзінің балаларына қатал болмаса да, әрқашан өзінің аналық мейірімділігін көрсете білген, сонымен қатар өзінің басынан көптеген қиындықтар кешсе де, әрқашан өзінің даналығын, парасаттылығын сақтай білген текті ана болып табылады. Сонымен қатар шығарманы оқу барысында Айшаның бір кездері күлетінін, бір кездері жылайтынын көре аламыз және қаншалықты қиындықтарға төзімді болмастан ол сезімтал жан болған. Айша тағдырының бұралаң жолы, арпалысы, тар жол және тайғақ кешуі. Яғни осы сызбада көріп тұрғандарыңыздай, Мұртаза ұсталып Айша балаларымен жалғыз қалады және тағдыр тәлкегіне ұшырайды. Сонымен қатар Мұртазаны іздеп түрмеге барады. Емшектегі баласын тастап және басқа балаларын тастап колхоздың ауыр жұмысына шығады және де қаны тасып қатты ауырып аш малдарын аман қалам деп неше түрлі қиындықтарға тап болады. Сонымен қатар Жыламақай фенагенті өткір тілмен қуып шығып өзінің намысын қорғайды және Таспеттің кесірінен үйінен айырылып Әулиетаға көшуге мәжбүр болады. Жоқшылықпен күрес жолында тігін машинасын әкелу барысында пойыздан құлай жаздайды. Ал енді шығарманы қорытындылайтын болсам, осы өзінің шынайылығымен ерекшеленеді. Яғни Шерхан Мұртаза образды барынша шынайы жеткізген және қазақ әйелінің бар болмасын шүретуге тырысқан. Сонымен қатар ол көріктеуден аулақ болды, образды жасандылық пен көріктеуге жол бермеді. Және ішкі қалтарысты шебер жеткізуі, әйелдің жан күйзелісін, ызасын аса шебер жеткізуі. Сонымен қатар шығармада психологиялық параллелизмді байқауға болады. Табиғат көріністерінің адам жанымен астасып жатуы және үндесуі. Назарларыңызға рахмет.